Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 43-ші сабағы 10 санынан азайту тақырыбы. Есіңде сақта, 1-ші тапсырма 10 санының құрамын есіңе түсір. Қалай есептеу керек екенін түсіндір. Балалар, 10 азайту 1 9-ға тең, 10 азайту 2 8-ге тең, 10 азайту 3 7-ге тең, 10 азайту 4 6-ға тең, 10 азайту 5 5-ге тең, 10 азайту 6 4-ге тең, 10 азайту 7 3-ге тең, 10 азайту 8 2-ге тең, 10 азайту 9 1-ге тең. Келесі балалар, 10 санның құрамы 1 мен 9 санның қосындысынан тұрады, 2 мен 8 санның қосындысынан тұрады, 3 пен 7-нің қосындысынан тұрады, 4 пен 6 санның қосындысынан тұрады, және 5 пен 5 санның қосындысынан тұрады. Топтық жұмыс. Келесі 2-ші тапсырма. Үйшіктерден сандар таңда. Мысалдар жазып есепте. Балалар, бұл жерде азайғыш 9, азайтқыш 4, айырманың мәні 5-ге тең. Келесі азайғыш 9, азайтқыш 7, айырманың мәні 2-ге тең. Келесі азайғыш 9, азайтқыш 3, айырманың мәні 6-ға тең. Келесі балалар, азайғыш 10, азайтқыш 6, айырманың мәні 4-ге тең. Келесі азайғыш 10, азайтқыш 3, айырманың мәні 7-ге тең. Келесі азайғыш 10, азайтқыш 8, айырманың мәні 2-ге тең. Келесі азайғыш 8, азайтқыш 5, айырманың мәні 3-ге тең. Келесі азайғыш 8, азайтқыш 7, айырманың мәні 1-ге тең. Келесі азайғыш 8, азайтқыш 4, айырманың мәні 4-ге тең. Өзіндік жұмыс. Келесі 3-ші тапсырма. 1-ден 10-ға дейінгі сандардың құрамын есіңе түсір. Мысалдар жаз, есепте, кесте бойынша тексер. 9 азайту 5 4-ге тең, 5 азайту 2 3-ге тең, 5 азайту 4 1-ге тең, 8 азайту 3 5-ге тең, 7 азайту 6 1-ге тең. 6 азайту 1 5-ге тең, 4 азайту 3 1-ге тең, 6 азайту 2 4-ге тең, 3 азайту 1 2-ге тең, 7 азайту 2 5-ге тең. Сен зерттеушісің. Келесі 4-ші тапсырма. Математикалық боямақ менің алғашқы жобам. А нұсқасы. Сырым, қолшатырдың әр бөлігін қандай түспен бояуы керек? Балалар, төмендегі мысалға және суретке назар аударыңдар. 10 азайту 5 тең 5-ге. Демек, қолшатырдың бірінші бөлігі қызыл түске боялады. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең болады. Демек, қолшатырдың екінші бөлігі сары түске боялу керек. Келесі 8 пен 6-ның айырмасы 2-ге тең болады. Демек, қолшатырдың үшінші бөлігі жасыл түске ену керек. Келесі 9 пен 3-тің айырмасы 6-ға тең. Демек, қолшатырдың 5-ші бөлігі көк түске боялу керек. Келесі 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең. Демек, қолшатырдың 4-ші бөлігі күлгін түске боялу керек. Келесі 10 азайту 6, айырманың мәні 4-ге тең. Демек, қолшатырдың қол ұстайтын жері қоңыр түске боялу керек. Келесі балалар, ә нұсқасы. Кез келген суретті сал. Оның бөліктеріне 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жаз. 10 көлеміндегі сандардан қосу және азайтуға мысалдар ойластыр. Бояйтын түсін белгіле. Досыңа бояуға ұсын. Тексер. Балалар, мен өз нұсқамда гүлдің суретін салдым. Енді ә тапсырмасына көшейік. 10 азайту 9 тең 1. Яғни балалар, гүлдің сабағы біз жасыл түспен бояймыз. Келесі 1 мен 1-дің қосындысы 2-ге тең. Бұл жерде гүлдің ортаңғы бөлігі сары түске боялады. Келесі 10 азайту 7 тең 3. Балалар, үстіңгі 3-ші жапырақ бізде қызыл түске боялады. Келесі 2 мен 2-нің қосындысы 4-ге тең. Бұл жерде жапырақ 5-ші жапырақ күлгін түске боялады. Келесі 10 азайту 5 тең 5-ге. Бұл жерде гүлдің бірінші жапырағы
оранжевый түске боялады. Келесі 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең. Бұл жерде гүлдің екінші жапырағы қоңыр түске боялады. Келесі 10 азайту 3 тең 7. Бұл жерде балалар гүлдің 4-ші күлтесі сұр түске боялады. Келесі 4 пен 4-тің қосындысы 8-ге тең. Бұл жерде гүлдің соңғы 6-шы күлтесі розовый, қызыл түске боялады. Келесі 10 азайту 1 тең 9. Балалар бұл жерде гүлдің оң жағындағы бірінші жапырағы, төмендегі бірінші жапырағы ашық көк түске боялады. Және 9 қосу 1 тең 10. Бұл жерде гүлдің сол жағындағы үстінде тұрған жапырағы қанық көк түске боялады. Мінекей балалар, 1-ден 10-ға дейінгі сандарды азайтумен және қосумен мысалдар ойластырып жаздық. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.